Aslan kolası şey oldu var ya. Faydası. Senin bitti. Bir stolga bir koyuver. Babamızın kesinesinden aşırı saltanatı bastalıvadır. Allah kabul etsin. Bu şirde tuğan, bu şirde müsken Sultanmurat Aksakal ağamızın birimdeki sözünü isteyik. Sözünü tındayık, hürmetleyik, kadirleyik. Buna aşırı saltanatı kutlu olsun. Ağamız bu şirden birimde söz daysın. Kelgen ağayın tuğuslar, bağırlar kazı yurtağa girip ya sözürde armangaday жалғастырамыз. Ya ağamız birimde söz daysın da mikrofonun eşi yetmey atır. Ya Sultanmurat ağam. Al. Ayta ver bulay. Etmeydi. Sana aytayım verim sözünü buna. Nege? Kesinege. Al bismillah. Ay. Sağ ol. Kesinlikle kutlu olsun. Amin. Tırstağındır. Cumhurbaşkanımıza korkuyoruz. Boşunda Yavuz Beşiktaş'ın bunu söylendi. Şevdrat'ın uçmuş. Batakındayım mı? Allah sağ olasın. O da işte Bozmadım. Mikrofonu alamam dedi olsun da. Batakıl jür değil. Al, kolayım var. Öyle Allah ondasın. Hiç şamandık olmasın. Götürelim neyse gelin. Bak benim devlet olmasın. Amin. Bak versin, belediye saklasın, avrayı versin, aman saklasın. Otlasından bir iki versin. İşini altın saltanat kutlu olsun.
Шәудір бабаның кесенесі құтты болсын. Бәріңе жұғысты болсын. Мен Шәудір бабаның ұрпағына Депутат ағам Мына Шәудірдің зұлымы Шәудірдің ұрпағына бата қолдарын жайыңдар ұрпақтары. Жай қолынды жамағат, пайғамбардан болып шапағат. Бәрімізге жар болып бір Алла, елімізге болсын саламат. Шәудірден туған қауымға берейін бата бауырға. Кесенесін салған бабаның орталығы Шоқсу ауылда. Қарамай жауған жауынға, құмаралас дауылға, екінші жігіттер қимылдап бітірген маусым айында. Салтанатты ашу жиында бәріміз қосылып жиыла, таңсыз шүкір етеміз Алланың берген сыйына. Аман болып отбасың, еш жамандық болмасын. Шәудірден тусын елбасы, ұстайтын елдің тұтқасын. Қадам бермес, қолдан бермес намысын, жақыныммен алысым, көмек берген қаржылай, бәріңе шексіз алғысым. Ұлдарың болып зиялы, қыздарың болып ибалы, ортасына сыйлы болып, жүрегінде болсын иманы. Аман болып аймағың, бұзылмасын қаймағың, Алла жыр болып бәріңе жебесін бабадай аруағың. Қалауы болып Алланың, орындалып тілек арманың, бақытты болып өсіп өніп, жүзіңде көріңдер ар жағын. Шәудірден тараған ұрпағы, ойдағы мен қырдағы, кесенеге кеп дұға оқу, үрсіне айналсын жылдағы. Шәудірлер сыныға асылсын, басымыз тағы қосылсын. Алла қалап Нұрман Ахунға Шоқсудан мешіт ашылсын. Ал енді ала келсін, неге бір? Ал енді аға шеге барамыз. Баршаңызда қадамдарың құтты болсын, өмірлеріңіз ақ болсын, жолдарың жарқын болсын. Бабаның аруағы орындап, қуаттанып өмір сүруді Алла Тағала сіздерге нәсіп етсін. Шәудір бабаның ұрпағы асқақтасын деген тілегіміз, айтып атқан ізгілік істеріміз, мына беріп жатқан аталардың баталары қабыл болсын. Келген ағайын туыстар, бауырлар, іштегі орындыққа отырыңыздар, жайғасыңыздар. Дәмнен астан ауыз тиюге, ішіне Құран оқимыз қазір. Ата-бабамыздың ұрықтарына Құран бағыштаймыз. Баталамыз, кіріңіздер, отырыңыздар. Сөздің хикметін нығметін толы әзір болыңыздар. Сөз сөйлеп отқанда, Құран оқып отқанда жақсы, әңгіме айтып отқанда тыныш отыруларыңды тілейміз. Бәріңіз сабырлы болыңыздар. Жақсы сөзді, жақсы айтылған сөздерді тыңдап қалыңыздар. Сөз хикмет, сөз нығмет дейді. Сөздің хикметін, нығметін алуға тырысыңыздар. Еш жамандық болмасын. Көтеріліп, есімен бақпен дөңгек орнасын. Келген қыдыр кетпесін, жаманшылық жетпесін. Бақ қарасын, қыдыр дарысын. Дастархандарың берекелі, отбасыларың берекелі болсын. Өлілерге иман болсын, тірілерге жүрім болсын. Мынау ашылып отқан кесенеміз құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болып, осы ауыз біршіліктер мол болсын. Ал енді Құран оқып жүрейік. Мына бабалардың рухына. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Құдірет күшті Алла Тағала осы оққан Фатиха сүресін, Бұқара сүресін, басқа аяттарын сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям рухына баштадым. Оның жанұясына, бүткіл пайғамбарларға, сахабаларға, әулие әмбелерге, дана данышпандарға, ғұламаларға, табиғиндарға, ойшыр жатқан бабалар рухтарына және де ойлы Шәудір бабамыздың рухына бағыштадық. Жаратқан Тәңіріміз Шәудір бабаның артына ерген бүткіл рухтарына
Onun avletlerine, demetken ata-babalarının ruhlarına bağışladık. Barşasının Allah Teala жатқан жерін жайлы қыла көр, қараңғы орын жарық қыла көр. Пенделікпен біліп білмейсің гаделерін күнәларын мағфират етіп, Фирдаус жанатының төрінің орнынан нәсіп ете көр. Алтта қарған бауырларына, ағайындарға, туысқандарға, осы жерге келіп отқан бүткіл қазақ жерінен, Қазақстан елінен келіп отқан бауырларымыздың Алла Тағала тілектерін, ізгілік істерін асыра көріп, ниеттерін қабілет, жүректерін жарқыратып, Аллаға деген махаббатын шексіз ет. Ұлы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху салихалы жұрмен жүруді Алла Тағала осы Шаудыр бабамыздың ұрпақтарына нәсіп ет, нәсіп ет, нәсіп ет. Раббана атина фи дуния хасана, о фил ахиретти хасана ва қина азабан-нар. Раббана уатана гадан расулаллахи илтузуна яумил қияметтина кала тахлафул миғада брахматика рахмани рахим. Аллаху акбар. Allah razı olsun başımıza. Allah kabul etsin. As adamның арқауы дейді ғой. Мына бабаларымызға беріп жатқан ас қабыл болсын. Алланың рахмы мейірімі жаусын. Хикметті жандар, нығметті жандар. Мына кеселе деген қандай жанымдарға қойдар. Алланың нәби құлдарына, сүйікті жандарға қойдар. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз Алланың нәби құлдары болған. Алланы сүйген, пайғамбарын сүйген, ата-анасын сүйген, еліне халқына қызмет еткен, артта өшпестей батырлық, әулиелік, хикметті із қалдырған. Шаудыр бабамыздың ұрпағына арты асқа айналды. Мына көрдіңіздер, көгер болдыңыздар. Асымыз қабыл болсын, жүрегіміз иманға толсын, жүрген жеріміздің бәрі қуаныш, шаттық болсын. Қазақ елінен, қазақ жерінен жүректерің нұр болсын, Аллаға деген махаббаттарың шексіз болсын, бірлігің жалғассын, тірлігің жалғассын, бір-біріңе сүйіспеншіліктерің, адамгершіліктерің асып тұрсын, асып тұрсын. Алла беріп атқан садақамызды, айтып атқан жылы елеміздерімізді қабыл етсін, қабыл етсін, қабыл етсін. Мұрат салысып келді. Алла қабыл етсін, келген қадамдарың нұрға, шаттыққа айналсын, жүрген жердің бәрі қуаныш болсын, келген жолдарың қарқын болсын, кету жолдарың жеңіл болсын. Алла сіздердің бәріңізді рахым, мейірін алсын. Осы жерде келіп отқан ағайындар, туыстар, үлкен ақсақалдарымыз бар. Солардың мейірімді сөзін естейік. Біреу сөйлеп атса, ағайын туысқан бауырлар бар. Тыңдауға тырысыңдар. Сөздің хикметін алыңдар, сөздің нығметін алыңдар, сөзден қуаттанып қалыңдар. Сөз ауыр дейді, түскен жерін ауыр. Бір сөзден бір адамды жалпитуға болады дейді. Сондықтан мына сөзді міндетті түрде тыңдауға тырысыңдар. Мына жерде отқан үлкен ағамыз бар. Мына депутат ағамыз жырда жазды, жақсы бәлімдемесін айтты. Сол кісінің жақсы лебіздерін тыңдаңыздар. Сол кісіге сөйлеуге ұлықсат берейік. Ауыздарың дәмде, құлақтарың менде дегендей, отырыстарың сәнді болсын дегендей ол. Бүгін бәрімізде мына біздің атамыздың қабыл етіңдер. Ал енді құлақтарыңа қалыңдар, мен Шаудыр бабаның қонысынан бастайын. Шаудырдан қонысы кішіғым. Шаудырдан қонысы кішіғым. Тынышталайық. Ал ағайындар, құлақтарыңдар. Шаудырдан қонысы кішіғым. Анасы аң мен құсының, қысы жазы ақпана, берекесі мол ішінің, еліме жаздың ыстығын, бораны мен қыстың үстігін, күн батысында толағай, қас батырдай жамылған ішігін, аңыздағы алып баладай, көріп беріп доламай, ғасырлар жүгін арқалай, мәртебесі биік толағай. Айнала өскен көкорай, бал құрағы белді орай, мал азығын дайырлап, мезгілінде ел орадай. Желіп өткен самалай, сонағыр өткен заманғай, бабаның аманатын арқалап, жеткізіп тұрғандай сағанай. Қайран батыр бабамай, су тіккен жерің толағай, өзің жайлы дерек аз, ілесем қайдан табамай. Аян берсең маған ай, жырымды жазып аянбай, жүрер едім паш етіп, ерлігіңді ұрпаққа баяндай. Қойында мол су толағай, жан жануар саялай, төбесінен көз салсаң, көрінер көп жер аядай. Күн шығысында жаманшың, шығысында таяу аралшың, ортасында тұр үш соқы, сұлбасындай батыр адамның. Арал теңізден жел есіп,
белгісіз заманда құм көшкін жаманшын, тоқтатқандай күй кешіп, кішігімнан тауып несібін, төрттіктің көбейтіп өсімін, өмірлікке ұрығып қалдырған Шаудыр бабам бізге есімін. Айыр таулап жауға ұранын, тіміре ішіп кәусар бұлағын, Шаудыр бабам өсіп өркендеп, кішігімнан таратқан ұрпағын. Амин. Алла қабыл етсін. Депутат аға Алла разы болсын. Ал енді қонақ сыйлаған қазақ қызғы біздердің осындай жетістікке жетуімізге мына Қырымтау деген жерде доңда Шаудырлердің бас қосуы болды 24 жылы. Соны балдар ұйымдастырып, бүткіл осы жер бетіндегі Шаудырлерді шақырып, ауызбіршілікке, осы бір-бірімізді ағайындығымызды нығайтуға, күшеюге, осы жақсы дастархан жайып, сол жерге қанша жерден бір 400-дей адам бардық. Жерде жақсы отырыс болды. Сол отырыстың жалғасы осыған келді. Біздер артында Құдайдың қалауымен ойладық, осы жерге Алланың хикметті, нығметті бір мешітін саламыз ба деген ой болды. Мешітіміздің реті болмай қалды. Ақыры осы кесенеге күш салысып, Шаудыр бабаның ұрпақтары кесенені жарқыратып салды. Осының салуына, осы жерге келуімізге, біздің ауызымыздың бірі болуына, нығаюына себепші болған мына қырымтаулықтарға Алланың рахымы, мейірімі жаусын. Бүткіл Шаудырды қиындастыр. Міне біздің жалғасып жатқан Шоқсуға Алланың нұры, шапағаты түссін. Шоқсу мекенінде осы кесенемізді күнде көріп жүрген бауырларымыз айтатындай, балдарымыз нереміз қуанатындай күн тусын. Енді осы жерде Қырымтау жақтан келіп отқан ағамыз Балтабай ағамызға мейірімді сөз айтуға рұқсат берейік. Ағайын туыс бүгін жиналған мына төрт қара Шаудырымыз бас қосылып, жан-жақтан келіп қуанып жатырмыз. Өте үлкен қуаныш, кесене ашылып, Шоқсу деген орталығымыздан осы басқарған, атқарған жігіттерге көп рахмет, бақытты болсын, отбасылары аман болсын. Бүгін жиналған ағайын туыс бәріне отбасыларың аман болып, көргендерің қызық, көрінген немере шөберлерің қызығын көріңдер. Шаудырымыз көбейе берсін. Алла тағала. Кеше аталарымыз басына барып қайттық. Олар да енді тыныш жатады шығар. Бір қазақта сөз бар ғой, бір аунап түсіп отырған шығар деген. Сол сияқты енді қалған жерде Алла тағала осы біздерге, немере балдарымызға қуат жол берсін. Көп рахмет айналайындар. Біраз адамды, мына мен Қырымтау қаласына көшкенде 73 жылы кеттім. 53 жылда біраз адамды ұмытып қалғанбыз. Атайларды білетін едім бәрін. Соның балдары, немерелері жүр екен. Соларды танып білісіп жатырмыз. Көп рахмет. Осы мына жиналған бүгінгі қуанышымызға Алла тағала қарасып, өмір бойы жақсылық тілеймін бәріне. Тек тойда қауышайық. Қабыл болсын садақаны. Барма келген үлкен кісілер сөйлейтін Қырымтаудан. Ерде барма қастарыңда сөйлейтін адамдарың. Мұратқан. Ағайындар, сау. Жеңіз құда болғанына 56 жылда үйленді осы Шаудыр ағайындар. Әрі құдан, әрі жері әттіқтің әрі осы мұна садақадарын қауыр болсын. Öyle rıza olmayı, tırpayılmayı ki, жақсы бастан ба бастан, сарыдан күндер, көтінелерін құтты olsun, әрі бақта. Келгені сол тойларыңа керек. Рахмет. Келдігін ағам. Мына микрофон. Енді ме? Ağrıға атамыз енді бір туған ғой енді. Қасым торым қойды ғой. Енді торымы, келгендіктен тоғырдан торайын. Ал енді ағайын жаңа Мамай ағамыз айтып отыр онда. Өзі өмір байымайды деп, мынау кешесі салып құтты болсын. Енді қазіргі мынау заманда өшкенімізді тірілтіп, осындай заман болып жатыр ғой. Кешегі себет заманда бәрін ұмыттырды. Енді қазір қарайып қалдық. Енді жаңа халық есін жиып, жаңа өткен, жаңа сол баяндап,
іздеп бүйтіп жатыр. Көп жерде осындай шаралар өтіп жатыр. Ал енді соның бірі мынау өзіміздің мынау Көксу елді мекенінде мынау Саудыр бабамызға бүгін мынау кешен ашылып жатыр. Құтты болсын. Бәрімізге ортақ қой енді. Қатын тобын қойбай балдарына, ұрпақтарына. Ал оң болсын. Менің бабамызда бір аунап түсіп жатқан шығар енді. Амин. Енді әрі-бері біреулер айтып жатыр. Несі жатқан жері бар ма екен, табылды ма, табылмады деп жатыр. Енді мүмкін табылар енді. Сәуле бабамыз жатқан жері. Ал оң болсын ағайын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Айтып жатыр, мына резиденттен келген ағаларымыз міне. Мына Мамай бастаған Әбдікер ағамыз келіп жатыр. Енді қазір мына Тұрдой мен Тұрдойдың уақыты жақын. Бұлардың тамағы жақын болып тұр, тек шай ішсек, тамағын тартамыз алдына. Енді мынау біз қара кісіні сыйлаған адамбыз. Неге сыйлаймыз қара кісіні? Қара кісі мынау Шаудыр атамыз туғаннан кейін Қойлыбай қайтыс болады. Сосын мынау әлімгерлікке қара кісі атамыз алады. Содан енді бұл жерде қарап отырмыз, қара кісіден ешкім жоқ. Мынау, міне кім үлкен Бақытжан. Ал Бақытжан сен үлкен деп беріп жатыр. Дұрыс қой енді. Дұрыс. Ал давай. Қодырды жамағат тыңдаңыздар. Тыңдаңдар ал. Құрметті бүгінгі садақаға жиналған қауым, бүгін біз мына Төртқараның ішіндегі бір орны бөлек Шаудыр руының негізін салған Шаудыр батыр бабамыздың әруағына кешене салу рәсіміне қатысып отырмыз. Бәріміз бір ауылдың баласымыз. Төртқара жаңа айтып өтті ғой, 4 баламыз ораз келді, Жаншұқыр қарашып отыр. Жаншұқырдан тараймыз бәріміз. Жаншұқырдан Қасым Торым Қойылбай тарайды. Мен өзім жаңағы Қасымдан тарайды, қарақшымын. Соның ішіне мазымын. Торы осы айналамыздың бәрі Торым ағайын және Қойылбайдан тараған Шаудыр руы бүгін. Мен өзім 40 жылдан асып кетті, осы Шаудырге бір жағынан күйеу боламын. Сондықтан бүгінгі мына болып жатқан рәсімге өте қуаныштымын. Себебі осы Шаудырдың ең үлкен аталарының бірі Жанзағып Сағынтай дейтін кісінің күйеу баласымын. Сол кісінің арқасында бүкіл Шаудырлерді мен танысып, солардың тарихтарымен танысып жүретінмін. Жаңағы Қырантауда бізде Шаудырлер көп. Арал Сексеуіл Екібастан олына жоқ жақын болғасын. Сол бәрі бүгін бір жерге жиналып жатыр, бір-бірімен танысып жатыр, ұзағынан болсын. Амин. Не деймін, осы мына кешенеге салған адамдарға көп рахмет айтамын алғыстан. Болашақта тек қана Шаудырмыз деп жиналмай, бүкіл Төртқараның бір баласымыз деп, осы Шаудырды біріктіріп, бүкіл қазаққа жұмыс істейтін дәрежеде болып, қазағымызды, бүкіл Төртқараны, қазағымызды дамытатын арамыздан үлкен сыйлы балдарымыз шықсын. Осы мына жасаған садақаның арқасында Шаудыр бабамыздың әруағы қолдап, тек қана болашақта тек жақсылық болсын. Осы мына жасаған адамдарға алғысымды айтамын және осы болашақта Жаншұқырдың бүкіл ұрпағы біздерде қара кісі болып, қазір қара кісілерді түгендеп жатырмыз. Оның бір айта кететіні, біздер руға бөлініп жатқан жоқпыз. Бүгінгі мына заманда балдар бір-бірін танымайды. Ру түгіл бір үйдің немерелердің өздері нағашы енді болса да жақын бір-бірін танымайды. Сондықтан осы кемшілікті жою үшін мына істеп жатқан шара өте керемет, орынды шара деп есептеймін. Ал үлкендеріміз аман болсын, үлкендеріміз бар кезде осы шараның бәрін аяқтап үлгеріп қалайық. Үлкендеріміз батасын бере берсін, біздер дамай берейік. Алла разы болсын. Рахмет. Енді бұл жерде Оразалы дейтін ағамыз отыр. Бұның ұрығы Тама. Ал енді бұл кісі кетіп қалуы мүмкін Тұрдоймен. Ал енді Ореке. Жиен. Иә. Ал енді жамағат барлығын Тыңдаңдар. Аяқты естіп жатыр. Иә.
Al endi mana istep atkan sadakalarım Allah Taala kabul olsun. Amin. Bäriňe de kabul bolsun aytamam. Al endi Tinçlanlar, tinçlan, tamam. kabul bolsun bäriňe. Al endi jaksy bolsun, jaksılıgy bolsun, ulgy toyda kezinçe bereyik. Bulak birak aytkan eken, ulkensindер goý endi. Sonda bulay degen eken, ulkendi silap hurmetde. Sen de sonday bolarsyň wagtyň getkende. Bul da bir akyly boýsuýet tüýşükke tüýe bilgenge. Barmyn dep tasyma töglersiň bir günde. Jokmun dep jasyma şükür de Allah bergenge. Kaytyp gelmez bul ömür kateligiň jöndüwge diýip. Sol siyaqta katil jiberip almay ulkendir silap her wagtda aldından tike ötdey jüre beriňler. Amin, amin. Al endi muna sadakalarym kabul bolsun, denderim sag bolsun. Uzak olsaňlar da. Üçün, azamzat üçün, özümüzдің қазағымыз үшін әр жақсылықта дайын болайық. Елудегі адамға ел ағасы дейді. 60-тағы адамға абыз ақсақал дейді. Сол ел ағасылары мықты болсын. Міне біздер 60-тан астық, 63-ке толып, биыл Құдайдың қалауыменен зейнетке шықтық. Біздердің тілегіміз, Алла ғұмыр берсе, Құдай қаласа, осы халқымызға, қазағымызға шамамыз келгенше қызмет етіп қалайық. Алла Тағала бізге сондай қуат бер, күш бер, ақыл сана бер, аузымызға хикметті сөз сал, елдің ағасы болайық, елге халқымызға қызмет етейік деп тіршілік жасап жүрген жандармыз. Ләйім солай болсын, өзіміздің ішімізден шықсын бәрі, өзіміздің қазағымыздан шықсын, қай рудан болса да, қай елден болса да, өз қазағымыздың ішінден өзгертетіндей, өзінің қазақ үшін жан беретін, қуаттанатын, жақсы өмірге адамзат баласын бейін жия алатын жандар арамыздан көп болсын. Еліміз аман болсын, жақсылық заман болсын. Қазақтардың ауыздары бір болсын, жүректері нұр болсын. Аллаға деген махаббаты шексіз болсын. Алласын сүйетін, пайғамбарын сүйетін, ата-анасын сүйетін ұрпақтар осы біздің отырған әулетімізден шықсын. Алла бәріңізге разы болсын. Сөйлейтіндеріңіз болса, үлкен кісілер, аналар, біздер ананың жарқынан тараған жандарымыз ғой. Ішіңізде жақсы дайындалып келген сөз айтам деген аналар болса, біздер сол анамыздың аузынан шыққан жілемізді тыңдауға әзірміз. Аналар бар ма сөйлейтін? Жоғары болды ма? Ағаларымыз. Салтанат ашылу күніне жиналған бауырларым. Мына ортамызда Қабақ деген ағам келіп отыр. Оның шалқара тұрды. Қазір Ақтөбеде Алланың берген қолында өнері бар, домбырасы бар. Халыққа шығып, әр шетелдерге де шығып жүріп отырған ағамыз. Біз ағаммен мақтанамыз, Қабақ ағаммен. Сол бір мен құшағыма Жамал енесінің өлеңін бір домбыраға салған екен. Соны ортаңа паш етсін. Шәудір бабам жайлы толғау арнап. Тыңдаңыздар, қабыл етіңіздер. Мен айтпайсың ба айманды менің көзім көрмейді ғой атымды айтпасам сақсатылып айта алмай саған мұратты көрдім ғой мұратты қаламай қалдым ғой мұрат жоқ қой мұрат қайтыс болды ғой кім айтпа қарап көрдім ол айтыңыз ғой Қуат бар. Қуат деген. Қуат отыр ғой. Мында кешелеріне қиянады.
Saulap kevdеңdегі батылын ел қорғаған бірі болып батырдың. Ар намысың биік болып бәрінен, Шәудір бабаң ерлігіңмен танылдың. Ар намысың биік болып бәрінен, Шәудір бабам ерлігіңмен танылдың. Есі боп кемеңгер ой ақылдың, ұрпақ үшін күн-түніңді батырдың. Ұрпақтарым ескереме екен деп, жатқандайсың күтібістің ақырын. Ұрпақтарың ескереме екен деп, жатқандайсың күтібістің ақырын. Ой, бәрекелді. Кешенеңде күн нұрына балынып, орталығың шоқ суымды салынып. Жомарт жанды асыл туған ұрпағың, болар іске бәрі жүрді жабылып. Жомарт жанды асыл туған ұрпағың, болар іске бәрі жүрді жабылып. Еңбек еткен еселеп, батыр тұлғаң тұрғандай-ақ кеселеп. Жолаушылар тамсанғандар пойыздан, ұрпақтарың салып берген кесенең. Жолаушылар тамсанғандай пойызда, ұрпақтарың салып берген кесенең. Жапырақтың реңі түспес күмбезі, жарқырайды түскен кезде күн көзі. Ақиреттің күні қашан жеткенше, ұрпақтарға ескерткіш боп болар бұл өзі. Ақиреттің күні қашан жеткенше, ұрпақтарға ескерткіш болар бұл өзі. Кесене болып еді бір арман, тойлар күнге жетіп енді дін аман. Бақыт төсіп Шәудір бабам ұрпағы, тілегімізді қабыл етсін бір Аллам. Бақыт төсіп Шәудір бабам ұрпағы, тілегімізді қабыл етсін бір арман. Кесенеде болып еді бір арман, тойлар күнге жетіп енді дін арман. Бақыт төсіп Шәудір бабам ұрпағы, тілегімізді қабыл етсін бір Аллам. Бақыт төсіп Шәудір бабам ұрпағы, тілегімізді қабыл етсін бір Аллам. Valisten kararlı olan havalarımız, atamız, Şemşir'in elinin, bana sonunda bölmeci önlerinin biri, Salırgan Atamsın, kol terişkeydi gene. Жалпақ керге сыймай, кеудесі әнге сыймай, жырға сыймай, дәріғай жырға сыймай. Өлімде отырған менің теріскейім күнгейдің құрдасындай, сырласындай, дәріғай сырласындай. Байқайын
terski aynalayın kelbetinden sen bizge ah kesiksin terbetilgen ay Kelmişek dağ, şolak qorğanı, qızıl gül bolsa maydan, qonaqlardan, əriyğay qonaqlardan, qalqamay, sararqağa, sələm aytarı, qaptağın Qarataudan, bulaqlardan, əriyğay bulaqlardan. Ay hayat, terski aynalayın, kelbetinden, Sevgisi ah kesiksin, terbetilgen. Zamanına körüp birge sandığanını sayalı saharamau tangalamın derigay tangalamın halkamaya gün gecegi yetermekin şalkıda terskeyden salgan enim derigay salgan enim ay hayat terski aynalayın kelbetinden sen bizge ah kesiksin terbetilgen ay hayat terski aynalayın kelbetinden sen bizge ah kesiksin terbetilgen Bugünkü berip atkan sadakaga jinalan kavim, assalamu aleykum bärimizge. Mening ismim Nurtugan, o'sha To'squlda kindiq qalim taup o'rtada ömürge kelgen Qadim degan kishining bolasiman. Berip atkan mına Şavdir babaga berip жатқан mına sadakаны Allah kabul etsin. Allah ağızların birligini versin, osa ağız birlik versin. Osындай осы дәстүрді жалғастырып, бұл енді біздің елде жастарға өнеге бұл. Осыны жастар естіріп алып кетіп, жыл сайын осындай неде садақаны тойда қауышып, той қылып қауышып, басымызды Алла біріктіре берсін. Садақа беріп отқан тағы да қабыл болсын. Бүткіл ата-бабаның барлығы жатқан жерде жайлы өз топырақта атқан қалады. Рахмет. Президент ен тексеуден келіп отқан Салтекеннің орталығынан келіп қалдыға сөйлесек, соған бірек сосын, бұны аяққа көшейік. Assalamualaikum jamaat alınla Kazak'ta aytады ол немізімді тірібайым айтты бұны аталардың бастарына сақына салып атыр кестер өте қатты жақсы құтты болсын бәрі ал енді мына шалдыр халықтар жақсы ауыздары бәрі міне осының бәрі ауызбіршіліктен ауызбіршілік болмаса ештеңе салынбайды ал енді ауыздардың бірі болсын көгеріп көктеңдер өлгенде қадірлесек жаман болмаймыз ғой. Ұрпағымыз көгереді, көбейеді. Аман болыңдар, осындай ауыздарын бір болсын. Тек қуанышта кездесіңдер, аман болыңдар. Рахмет olsun. Жақсыменен жанассаң, жадыратары жаныңды дейді. Жаманменен жанассаң, қайнатады қаныңды дейді. Біз бөліну үшін емес, көріну үшін, халықтың аузын біріктіру үшін, Шавдыр ұрпақтарын нығайту үшін, күшейту үшін, ауыздары бір болсын, жүректері нұр болсын, атаға деген ілтипаты, ниеті, айтып атқан ізгілік істері, беріп атқан асы, садақасы, мейірімді сөздерін Алламыз
өзі қабыл қылсын. Алыстан келген ағайын, жақыннан келген ағайын, жолдарыңыз жарқын болсын. Келуіңізден қайтуларыңыз жеңіл болсын. Алла сыйласын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам салихалы жолымен жүруді осы Шәудір ұрпағының бабаларымыздың ізін қуатын жас сәбилерді өрбітіп, өсіріп шығаруды сіздердің шаңырағыңызға Аллам нәсіп етсін. Ауыздарың дұғалы болсын, көздерің көрікті болсын, сөздерің өткір болсын, жүздерің жарқын болсын. Аллаға деген махаббаттарыңыз шексіз болсын. Алланы сүйіп, пайғамбарды сүйіп, ата-анаңызды сүйіп, жан-жағыңызға ілтипат етіп, мейірім шашып тұратын ақсақалды абыз болыңыздар. Ақ жаулықты мейірімді ана болыңыздар. Жанатты сұрасаң, ананың табанында дейді, әкенің қабағында дейді. Алла соған жеткізсін. Әкеңнің, анаңның разылығын алмай, өмірден жақсы болып өтпейсің. Әкеңді риза қылмай да өмірден жақсы болып өтпейсің. Әкеңнің алғысын ал дейді, қарғысын алма дейді. Әкенің алғысы балаға пайғамбар айтқандай кедергісіз қаулы. Сондықтан әке деген мейірім танытыңдар, әке деген сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Осы кішкене айтқан жақсы лебіздеріміз сіздерге қабыл болсын. Осы жерде отырған үлкен азаматтарымыз бар. Астанадан келген, Алматыдан келген, Қызылордадан келген, Аралдан келген, Сексеуілден келген, Қырымтаудан келген, Ақтөбеден, Оралдан, Шалқардан келген, өткен Лениядан келген өзіміздің жан бауырларымыз бар. Солар өздерінің лебізді айтсын, үлкен адамдар сөйлесін, сіздерге жақсы айтам деген сөзді айтсын. Сол Қырымтаудан келген. Ассалаумағалейкум, құрметті Шәудір бабамыздың ұрпақтары. Біздер мына Қырымтау қаласынан келіп отырмыз. Біз де Шәудірміз. Мынау кеше келіп түстік. Мынау керемет қарсы алып отыр. Рахмет сіздерге. Алла риза болсын. Осы қарсы алып отқан жігіттерге, мына кешенен салып отқан жігіттерге Алла риза болсын. Алланың нұры жаусын. Көрген балдардың қызын көріп, немере шебере соның қызына тоймай жүре берсін. Ел болмаса шөптің басы кембілдамайды дейді ғой. Біз осыдан 2 жыл бұрын сол Қырымтауда менің құрдасым Мұратхан деген жолдасым, сосын ініміз Арыстанбай, Жәнібек, Ораздан бәріміз бірігіп, сол келісіп, осы біздің бабаларымыз бұрын айтып жүретін еді, біздің осы Шалқарда бабаларымыз бар, туған үйлеріміз, отарымыз сояқта, соларды бір шақырып кездесу керек деп бұрынғы біздің айтып жүрген ағаларымыздың, әкелеріміздің арман ет, соны бір нетіп көрейік деп, сол не ашып, телефонмен хабарласып, чат ашып, соны шақырып, сондай дәрежеге кездесу болды, сонда керемет кездесу болды. Осы Шалқардан біраз адамдар келіп, рахмет, Алла риза болсын бәріңізге. Соны бұрын біздің мына ағамыз Омырза деген ағамыз болып еді. Осында соның жолдасы еңгеміз отыр, мына біз басын апа тұрыңыз бір сән келіп отыр. Сол ағамыз айтатын еді, миллион Шәудір бар, соның басын біріктіру керек деп. Соны айтқан арманы орындалды ма деп ойлаймын енді. Сол бір себепші болды, сол шақырып кездесіп, енді бүгін мында кездесіп отырмыз. Шоқсудан кесене салып жатырсыздар. Алла риза болсын. Оған да көмек беріп жатырмыз, қолдан келген көмектердің бәрінде. Сіздердің де көмектеріңіз зор, осында салып жүргендердің де көмектері зор. Бәріңізге рахмет, Алладан қайтсын. Осында келіп менің өзіміз аталарымыз осында болған, тәжірибем деген. Тәжірибенен жарқай туған. Осында сол мен балаларымыз тауып отырмын жаңа. Баян деген апамыз тауып отырмын. Қазақ деген апаларымыз тауып отырмын жаңа. Осылай әрқашан кездесіп тұрайық. Ол соңы болмасын. Жиі кездесейік осылай. Мына салып жатқан кесенелерің құтты болсын, беріп жатқан садақаларың қабыл болсын. Алла риза болсын. Енді мен бір өлең оқып жіберейін, айып етпесеңдер. Кеудеде жаның барында дейді, бауырлық танып бауырға дейді, өзектен тартып өзгені, өзімшілдіктен ауырма дейді. Өмірден талай пен өтер, сен де мен де ол өтер. Ұлдүйе қамыс табындай, сыйласа алмасаң сол бекер дейді. Достың ісін сынарсың, досының көңілін жығарсың, қадірін білмей жүргенде қабірін қазарсың. Көнбейді уақытың қайға, келмейді қайтып жылайда, арпалысқаша жан жақтың, жан тапсыратын тыңдайла. Бақида барлық бабамыз, біздерге сонда барамыз. Қара суық жер қойнына алғанша, суымасынша арамыз. Сыйласып бірге өтейік, біз уақытша келген адамбыз дейді.
Анамның қадірін біл тірісінде дейді, онсыз алға баспайды бірісінде. Есігінде тербеткен кірпік ілмей, ұйқың тыныш болсын деп күнісінде. Әкеңнің қадірін біл тірісінде, онсыз алға баспайды бірісінде. Күйіңді емес кешем деп күйіңді ақыретке кетпесін мұң ішінде. Жұмақтың тіл тананың табанында, сондықтан мұң тұрмасын жанарында. Алланың ризашылығын ала алмайсың, ананың кірбің тұрса қабағында дейді. Сондықтан құрметті бауырлар, ең біріншіден бізді жаратқан Алла тағалаға, екіншіден біз осы дүниеге келуге себепші болған әке шешеміз сыйлайық көз тірісінде. Мына беріп отқан садақаларың қабыл болсын. Құрметті халайық, мына бабамыздың асына жиналып отырған, біз бұрын Шәудір, бабамыз Шәудір атамыз деп келдік. Енді біз Шәудір бабамыздың батыр екенін біліп, осы аста біз Шәудір бабамызды Шәудір батыр бабамыз деп ұлықтап жатырмыз. Естеріңде болсын. Біз Шәудір батыр бабаның ұрпақтарымыз. Шәудір батыр бабаның ұрпақтарымыз. Бұрын Шәудір бабамыз дейтін едік. Шәудір батыр бабаның ұрпағымыз біз енді. Естеріңде болсын. Балдарыңа, немерелеріңе бәріне айта жүріңдер. Мен осы Шоқсудың қызымын, есімім Рахила, әкемнің аты Ақберген. 5 қыздың үлкенімін, міне сіңілдерім Нұржамал Лариса қасында келіп отыр. Алла осы күнге жеткізгеніне шүкіршілік етіп қуанып отырмыз. Бауырларымызды Қырымтаудағы, жан-жақтағы Алматыдан, Шымкенттен барлық бауырларымыз келіп жатыр. Бәрілеріңізге де Алла разы болсын. Алла бізді тілгізден сақтасын, біздің бауырларды. Ортамыз ортаймасын. Осы 28-ші бүгінгі күнді, маусым 28-ші маусым біздің Шәудірдің басының қосылған күні, Шәудірдің мейрамы болсын. 5 жылдықты, 10 жылдықты, 20 жылдықты тойлаңдар. Біздің бауырларымыздан, осы біздің бабамыздың қай жердегі жерленгенін, қай жерде екенін білетін ұрпақ өсіп, өніп, оқып, тоқып, сол біздің атамыздың, бабамыздың сүйегін тауып, соны белгілейтін Алла күнді нәсіп етсін бәрімізге. Енді мен ешқандай дайындалып келген жоқпын. Өйткені менің алдымда депутат ағам бар. Сол ағама келіп жырын оқиды, жырын жырлайды деп сеніп сол кісіге келдім. Бірақ бауырларымды шалқардың басында бауырларымды көргеннен кейін вагонда отырып, кішкене өзімнің менен шыққан шыдай алмай, кішкене бабама арманымды жаздым, соны сіздерге оқып беремін. Жиылып келген ағайын, бабамның бүгін тойына үндемей жаймен келіп ем, күш бітті. Енді бойыма бірлікпен біткен мынауыз қуануға тұрарлық. Шәудір бабамның ұрпағы шығарып жатса атағын, мақтауға берсем болар көп, мақтай берсем болар көп. Кең байтақ мынау далада өтіпті біздің бабамыз, әкесінен ерте қап, өтіпті біздің бабамыз. Қанаты қатып қырандай, елі үшін туған ұландай, жау келсе елдің шетіне, 5 қаруын асылып, жетіпті Шәудір бабамыз. Жүрегі жұмсақ жан болған, жесірін дауға бермеген, жетімін жауға бермеген, ойында мейірім мол болған, жау келсе елге жоңғардан сілкініп найза қолға алған, жиып алып жасағын батырлықпен жол салған, Шәудір шапқан жерде жау тоқтамас дегізген, атағы да бар болған. Әбілқайыр ханның жанында сенімді болып серігі, күшізден шыққан бабамыз танылған екен талай ерлігі. Төрт қараның Шәудірі, қойлай ұлы бабамыз. Кесене салып ұрпағы жиынып еске аламыз. Сарғайған мынау сардала, жүгіріп өткен жолындай, жауға бермей сүйем жер, ұрпағыңа қалдырып, қиылып кеткен жаныңдай. Мақтанып бүгін еске алып, Шәудір батыр бабамды ескерткіш болып қалсын деп, кесене салып ас беріп, бауырлар болып бас қосып, Шәудір батыр бабаны ұлықтап бүгін жатқаны, артында қалған ұрпағы өсіп өніп ел болып, бабалар салған жолменен
бейбіт өмірді сақтады. Қазақтың жері кең байтақ, Шәудір бабамның ұрпағы өсіп өніп қазірде барлық жерде жүр жайлап. Аллаға шүкір өсейік, әдемі күнді кешейік. Тегімізді тік ұстап, Шәудір бабамыздың ұрпағымыз десейік. Amin. Бәріңізге амандық тілеймін, бауырларым. Қырымтаудан келген, кеше осы түнде сырттан келген бауырларға қонағасы берілді. Сонда барлық сөйлеген бауырларымның өзінде өлдірген жас туған жерді сағынған. Шоқсудың басындағы бауырлар ауылдың қадірін білмейсіңдер. Сырттағы жүрген бауырлар кеше пойыздан түсіп батыстан бір бауырым мына жерді сүйді, жерді Шоқсудың жерін қадірін біліңдер, Шоқсудың Шәудірдің қадірін біліңдер. Сөзі де нұрлы ғана. Міне Шәудірдің балдарынан, қыздарынан қандай нұрлы сөздер шығып жатыр. Рахил апа, Алла разы болсын. Туған қабыл болсын, жүзің жарқын болсын, өмірің ұзақ болсын. Осылай біздерді, інлеріңді, қарындастарыңды, кісілеріңді, апаларыңды қуанта беріп, жақсы лебіздеріңмен, жақсы тілектеріңмен, жүректен шыққан жылы сөздеріңмен. Алла аналық дәрежеңді асқақтатсын, өміріңді ұзақ қылсын, жолыңды жарқын қылсын. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Үлкендерге сәлем бердім, кішілердің сәлемін алдым. Құрметті ағайын, Шәудір ағайындар, ағалар, інілер, қарындастар, апалар. Мына бүгінгі осындай көп жиналысқа, көп адам болып жиналып басымыз қосып атқан ретін өздері түсініп отырсыңдар. Мына Шәудір бабамыз оқып атқан дұға, құрандар, Алла Тағала қабыл етсін. Мына кесенеміз ашылып атқан кесене осының себебі. Құтты болсын мәңгілік. Осы бір мына фронттаудан келген жігіттің айтқан сөзіне қоштайым. 2024 жылғы сіздерде болған жиналыста мен болдым. Өте ризамын. Себебі содан бастап. Дұрыс айтасың. Мына бір не қозғалмай өз реті болмайды. Содан бастап та шешілді. Көз қорқақ қол батыр дейді. Аяқтан басталғанда бір кішкентай сотымен тыңдап нағыл басқанда бір қиындау сияқты болып еді. Қолға іске келгенде бітті міне. Осы кішкентай шамалы бастамасы ғана. Әрмен қарай ауыз бұшығымыз мықты болсын. Оның бір жағында қуаныш нәрселердің бәрі құтты болсын. Алла Тағала ауылдың бірлігіне, деннің саулығына жазсын. Әрдайым осындай тойда ауыз бұшық келсек, қуанышта келсек. Ал енді құрметті жамағат, мынау Шәудір бабаның ұрпақтары келген, жол жүріп келген азаматтарға, азаматшыларға садақа ретінде өздерінің шын ниетімен, шын пейілімен сіздерге таратып атқан сый-сияпаты бар. Енді соның біздер батасын алып жіберейік. Үлкендерден. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жас келгенде жаныңда жарың болсын, аурудан аурағырақ қалың болсын. Қолғабыс беріп тұрар керек кезде ақырда ұрпағыңның бағы болсын. Өзіңнің қарашаңырақ үйін болсын, күн көріске жетерлік күйін болсын. Әркімге көзсіз көмек түспай, жан-жанға қадірлі сыйлы болғын. Ұрпағыңа жөнелтер қалың болсын, өзіңнің жүріп тұрар әлің болсын. Ойыңды ауыр ұқсып жайлағанда, ем қылып ішетұғын дәрім болсын. Шөл құсқанда дастархан дайын тұрсын, сүт қатқан күрең қойы шайын тұрсын. Нан менен тәтті тағам араласқан, сап-сары қолдан шыққан майын тұрсын. Ағайын жақын туыс аман болсын, хабарласып тұратын заман болсын. Кезінде туыстарға берген көмек, жас ұлғая шаңырағына сыйлық болсын. Әрқашан қонақ күтер жайын болсын, ақ дастархан жайылып дайын болсын. Сыйға сый, сыраға бал дегендей-ақ, үйінде қазы қарта майын болсын. Бәрінен де бір кешкен досың болсын. Дуай бар қатарлас қосын болсын. Кішкентайдан өткізген өмірде скап, қарамқұстай серпіліп көңіл толсын. Есігінің алдында аулаң болсын. Ойын қылған немере сонда толсын. Бір мезгіл сыртқа шығып демалғанда, я Алла ризамын деп көңіл толсын. Әумин. Алла қабыл етсін. Ассалаумағалейкум. Шәудір бабаның ұрпақтары. Міне, бүгін бір тамаша күн болып отыр. Шәудірлер бас қосып, бірігіп, анада бір ініміз айтып еді, біз қашылдық, енді бірігейік деп. Міне, бірігіп атырық енді.
осы бірігіміз ұзағынан болсын. Мына бүгін күні жаңа айтып атым, әрі құрдас па, қарындас па, бүгін күні шәудір күні деді. Бүгін күні шәудір күні болсын. Мына балдарымыз айтып атыр, бізді барайықты әке, көрейікті ояқты туған жерімізді. Еңбек келгенде балдарымыз дала келейік. Балдар мен балдар болсын. Не дейміз? Енді ұзағынан болсын, бәргеріңе денсаулық деймін. Жақсы күндерің көп болсын. Мына бабамыздың бүгін бір аунап түсіп атқан шығар. Бабамыз ол не деймін, анын беріп, жатқан жері жайлы болсын, жұмақтың төрінен орындасын. Бәргерің отбасына бақытты деймін. Шаудырлар көбейе беріңдер. Шаудырлар жиналып отырған мұнда. Тыңдаңыздар. Мына бір ыңғайсыз болғаны маған Қазыбек микрофон бергенде бір дауыл шығып кетті. Ондай мінезді емес едім. Мен не дегенмен? Сол бар шығар енді. Не дегенмен жиналған қауымыз құтты болсын. Мына кесенесі қабыл болсын. Әрқашанда қай жерде жүрсек те аман болайық. Мынау соңғысы болмасын. Тек мында деген апаларымыз отыр, әжелеріміз отыр, ақ жаулықты. Құдай денсаулық берсін бәріңізге де. Бала шағаның рахатын көріңдер. Тек көргендерің қуаныш болсын. Әрқашанда осында кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Бәріне рахмет. Амна қойдың аятамның ұрпақтары Аллаға беріп атқан дәрілерімізді садақаларында алма қабыл етсін. Көп деген осыған көздеріңде міне куә болып көздерің жетіп отқан шығар. Ола екінің біріне қолы келеді, келмейді. Бір Алланың қолында бәрі. Алла бәрілеріне отбасыларына ауызбіршілік берсін, денсаулық берсін. Алла садақаларына қабыл етіп, отбасыларға тауқым хидият берсін. Алла бәрілерінде осындай қойып, ойнап көліп, бас қосып, қойшты, жүргеніңде нәсіп етсін. Алла аманшылыққа келдіңіз. Шаудыр бабамыздың ел атқан мына садақасы қабыл болсын. Енді кешеден бері айтып отыр, жақсы өңдеу. Жақсы дайындалған, жақсы қарсалды. Бәрі емші, бәрі ауыз бір. Мына бері атқан садақаларын қабыл болсын. Мына енді жаңа әнім айтып кетті. Алдарты бұл болмасын. Сағанып кездесу болсын. Қайда жүрсек аман болайық. Мына атамыз желеп жер жатыр. Ел атқан садақаларын қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, сәл, сабыр етейікші. Ал енді мынау, бабамыздың, мынау, берілген асы, осы жерде ең бірінші аталарын аңсап келіп отқанда жиендер, әртүрлі, осы жиендерге бір сұрағанымызды беретін. Орындарда тұрсыз кәлі жиендер? Жиендер барында. Орындарда тұрсыз тұрыңдар жиендер. Барам, бәріне барам. Жылсыз қылып кетерсің. Жалашын.
Allah sabır edeyim. Allah üçüncü yerinemin. Al endi hizmet isteyapsınlar. Kollarından kelgan yemeklerini isteyapsınlar. Allah hizmetlerin Allah'dan qaytsin. Bizim adamımızın nechta aşılıb, arvaqlardan qiymillab yurgan vaqti davul bo'lyapti deyapti. Bu davul emas. Bizim adamımızın ruhi. Buna o'tirgan odamlarning avruni, derdini, shifasini berib olib ketyapti. Allah o'zi xizmat istagan kelinlarim, Allah'ım baxtli bo'linglar. Kendilerine sağlık versin. Bala şakalarımı kızgın görünler. Adamımızın adı çıkıp, yaprağı şahilet. Hürmet alıvatır. Adamımız rıza olsun balalarımız. Kaltuğan buradan aynalayın kendine sağlık versin. Yemeğim Allah'dan kaçsın. Ballarımın kızgın gör, gençliğin beni kırmızı katıkla kaçayınlar. Bärine de bakıtlıyım, kendine sağlık versin. Dünya bok, dünya jinamanlar. Dünya deyin kirigimizce kurbanlar için jinalar. Bırak, әдептікті, ақылдықты, ибалықты, үлкен сыйлауымыз балдар. Балдарың бақытты болсын. Түлемін менді шашақ. Анам орын. Allah Teala atalarına bir şeyleri uzatsın derimi olsun sağlıklı süreyle dayanma sağlık olup gidelim her vakitte uzatsın. Sözde yerleri yok. Bu kardeş ana üzerine bir bana yine kaydın. Ne verirler nasıl veririz? Çocuk verir arama bir bana şaka kalmasın. Bütün belki. Ya ama etmene Ayşulkan'ın atası kaynakanlık görüyordum. Bizim kırıksalga varıp kardeşim verip imanlı olsun deyip kanderler reyli olsun bütün atalarların başına varıp geçer. Kur'an'ımızda okup atasını alıp ayıklar ediyor Allah kabulüsün deyip Allah getirenlerimize sağlık verip Allah boşu toydan konuşlar kavuşu kardeşim. Allah'ın bizim Allah'ımızın. Осында бір шәудірге жиынымдегі жиындар бар ма? Орындарына тұрып өстіңіз. Шағын жиындар. Тұр. Негізі шәудір жиындар бәрі аяқтау деймін, бе? Шығып кете берейін ба? О, өте сау. Сен жесін бәрі? Шәудірсің бәрі? Нағасың? Ой, білмеймін шәудірге. Al endi, al qadrli azamатlar, sizlarga bulay yurgunimizda aytamiz. Qazog'im aman bo'lsin, yaxshilik zamon bo'lsin. Qazog'im yolg'izim deb, qazog'im bavrim deb, shin niyatimizdan, shin fe'limizdan duo qilib, Alloh rozi bo'lsin. Xalqimizda, yerimizda, bavurlarimizda siylovda Allah yerimizga nasib etsin. Bol kesh bizlar uchun
Sizler үшін, осы соғысында тұрып жатқан жандар үшін үлкен рахмет десек те болады. Алла разы болсын көпшіліктарға. Еңбек Ал ағайын тумалар, сабыр етелік. Шәудір бабам жайлы. Ойменен шарлап ғаламды, ақтанып өткен заманды, ата ұруға айналған жырлайын батыр бабамды. Көркейтіп Шәудір бабамды, рухы биік адамды, жаугершілік кезде қорғаған елменен дархан даламды. Мейірмен сипайдың басынан, әкеден айырылып жасынан, мейір шапағат көрді атасы, қаракізе атанған қасымнан. Қолымға некелеп анасын, тапқан еді панасын, содан туған бауырларға болған еді жанашыр. Атшалында ойнап жасынан, бес қаруын асынған, небір асауды өтіп, күш қайраты тасыған. Әкесі айтатын ақыл қып, қылыштасуда емес батырлық, көз жасын тисаң еліңнің ерлігінен шығарар батыр қып. Сауыттың сөгіп көбесін, садақтың қадап жебесін, жаудың кесіп жүрегін, қанға бояған денесін. Найзасын қорқы ұшынан, қадайтын өкпе тұсынан, жекпе-жекте дірілдеп, дұшпаны қорыққан тұсынан. Батыр бабам аруақты, жеңген жоңғар қалмақты, қатыр өсіп әйтеке бимен атағы шарлаған аймақты. Жаратқан Алла шешен қып, еліне қылып көсемдік, қара қылды қақжырған дауын шешуге төселіп. Бірде жиналғанда көп адам, ішіндегі ақсақалы деп оған. Батырлық деген не депті, жас жігіт туырылып ортадан. Күшіңді жұмсап қолдағы, жауыңды жеңсең жолдағы. Батырлық деген сол болар, еліңнің болсын қорғаны. Ағамыз күшігімді жайлаған, үйріліп малды айдаған, ор бойында жыржайлап, қыстауына оралған қайтадан. Халқына әрке жанашып, аузына елін қаратып, өсіп өліп бабамыз ұрпағын кетті таратып. Опасыз мынау жалғанда, жетермеп пенде арманға, жарлық келіп Алладан, өмірден озған бабамда. Айналмасын деп халық құлға, төтеп беріп барлық сынға. Ел қорған батыр бабам, асқар таудай алып туға. Өтті міне талай жылда, кесенесінде қылып талай дұға. Тарихта өшпес ізі бар деп, ұрпақтары қосар талай жырға. Енді әңгімелерді айтып ұрпақтарға беретін шапанымыз бар. Бірінші қаракесек бар ма бұл жерде? Қаракесек. Қаракесек бар ма? Қаракесек. Ақыл бар ғой. Ақыл қайда? Ақыл. Ақыл. Қаракесек бар ма? Қой, ақыл тексеруге барады. Мына жақта емес пе? Білмейді. Жақайымда кім бар? Жақайым. Жақайым. Міне ола жақайым дейді. Мен жақайым кидім. Жақайым қайда? Көзің ба міне? Аяқтағы полаттағы кішкене берім сөзі істігілер күтіп одан дейін барып қадек. Осы жерде Тоқтамыс ағамыз бар, Жаңабай еніміз бар, Қайыржан еніміз бар, Айтөш бар, Жаңабай бар міне. Алла оларға разы болсын. Әкелік дәрежесін асқақтасын, өмірлерін ұзақ қылсын, жолдарын жарқын қылсын, балдарының қызығын көріп, өмір ұзақ болсын. Осы кесененің жарқырауына атсалысқан, әр келгішін, әр несін қалап, күнде қызмет жасаған жандар жақсының жақсылығына көңіл тасын дейді. Алла разы болсын, жақсылығы аса берсін. Істеген ізгілік істеріне Алла тағала еселеп қайтарсын. Жақайым алды. Енді өріс бар ма? Өріс. Кім бар өрістен? Болған шығар, біреу келсе болды жақайым. Кім бар? Иә. Қой мейлі. Үйдің дәрежесі көтеріп кетті. Енді ата болды ма? Ата болды. Bir şapan elim, sen bu akşası. Kara geçik kesme deri bu. Қайнағама бер, қайнағама бер.
Дай мені қайнағама қайнағама өзі қайнағама. Енді өзің торт қара. О, міне келді. Жоқ, қатыспаймыз. Бір сапаны болмайды. Ал басқарулар бар ма майда? Тама. Татыран бар ма, татыран? Өріс кетті бұл үшін. Өрістен алады ғой. Қатыраның бір шалы ертелікті телевизорға көріп отырса бір машинаны көрді, шекарасы машинаны. Қатыра деген. Я шал мақтан етіп, ойбай-ау, біздің атамыздың аты. Машина бар екен ғой деп қатыра деген. Басқару жоқ қой, қожа. Тама. Ұшақ. Ал жақтан осы енді. Al tavır edelim. Al tavır edelim. Buna atalarımızın vakti bu şirge anam Kırmızı'dan 100 yıl boyunca geçti atalarımızın urfağı kiri otur. Koca vergen tanım ettin. Kolay jaylı sizin aldarınızga kızın yolu köndük. Ana azamatlar to'xtatishini qizlarga aytaylik deb bayondab. Tingdangizlar. Atalarimiz qo'ygan turmat. Shavdiga chiqqan yaxshilar, avliyo bo'lgan baxtlar. O'shalarni bugun urfaqning boshina bergan baxtlar. Atalarimiz qo'ygan turmat. Qadr umr surib, biri bo'lish, yilga boshqa ulug'at. To'yda birga yurib, azil yarasib kulib, aytganini qilib ag'ayin. Başında bağı turub, halkına boyun burub, elde özlerine jürüb, karagıldı kaljarıp, әділ жолмен жүріп, дауыстар шықса гүрілдеп, тыңдаған екен үнін көп. Балуан тезгес екеуі ат көтермес ірейет, ағайын туыс елімдеп, бір асқа қатар келбет, байды жеңген бәстесіп, қойдың етін бүтін жеп. Әй, қожа берген тұрымбет, біріңнің артыңнан бірің кет, деген екен әлгібай, ыдадай жарыла дірілдеп. Осындай болған атамыз, мақтан тұтып жатамыз, дұға оқып соларға қабыл болсын батамыз. Тыңдаңыздар. Нұрман Ахун қажы, Түркінің жабағысынан туылып, тәждеге басы иіліп, әмірдей қасиетті атаға ишан болу бұйырып, өзінің ұлы Нұрманды оқытуға пейілін бұрғанды, некеге сапар шектіріп, қалтасына салды жиғанды. Қолдау көріп әкеден, 25 жыл оқып некеден, оңтер соғуды егеріп, Құранмен халықты емдеген, озық болып қатардан Ахун қажы атанған, науқастарға тек сипасы көпшіліктен баталған. Екі ұлы танып қарыпты, өзінен дәріс алыпты, Ешуар мен Сермағаметке емшілік қасиет дарытты. Дұғаны оқып бірнеше, сүбіттіп қамшы сілтесе, топылан деген қойларда жүгіріп кеткен лезде. Сермағамет алдағыша өлгенді, маған бірнеше аян бергенді. Детке шалдыққан кезімде, шерепеті талай тигенді. Нұрман жатқан қорымға түнеген едім бұрында. Жапырақтың бүліншетті атам, басынан бастап аяқ қолыма. Атамыз жатқан қорымның, қасиетін сездім орнының. Үйленіп өсіп өлемдеп, сүнді жастыға жорының. Алмат көрші ауылдан, әйелі көтеріп ауырған, өзінің емдеші деген соң, бастақтаған барудан. Сермағамет атам киелі, барам деді біліп түйелі, сол заматта науқасқа жетті сөзі жүйелі. Қайнаға шықты түйемен, киімді кел киіммен, деп жанына сұрады, деп мінгетіп жүдеген. Құранмен оқып емдеді, кеткені зая еңбегі, Құран жолда айығып, сол ел дерті жеңгені. Атамыз халқын сүйгені, пайдасы көпке тигенді, әулие тұтып атамды, көпшілік басын кигенді. Ана сөйлеп үйіріп ұрсық. Bata desem bileyim, sen olsun nereye. Kıvat ben kol desem aksilikte kılmayın. Katırganlarına bereke versin, otbaşlarına bereke versin. Yaşlarına ömür versin, aslarına azaltık versin, başlarına almatık versin. Asına bereke versin basına. Ağırdan kırgalap versin asına. Şegen baylı ot versin, çekilip yılan yetkiler çatırgandan geçeceksin.
Бөлшіл бол, бостырға жай шошыл бол. Бірама темір сом алсын, суға салса батпасын. Тәңір берген есілен тасырғаннан кетпесін. Ойда ойын жайлы, омыртқанмен көріп же, қызда жылқын жайлы, қазыменен қарта же. Дүниежінің бұзаулап, дүниеге сыймасын, құладыен құлындап кенде аға сыймасын. Бастарыңа бақ берсін, не берседен нақ берсін, қызда жүрген қызымды үйлеріне алып берсін. Қарындарың тоқ болсын, уайымдарың жоқ болсын, шырды жүрген үйінде бөпелерін бұқпасын. Бақ, дәулет ырыс берсін, бастарыңа бәле желе, жын шайтан жоламасын қастарыңа. Мына кесенені тұрғызып жатқан балдарға, жігіттерге, асарың асқар тау болсын, үйлерің мұхит көл болсын, сүйенерің ел болсын, дұшпаның қара жер болсын. Естің алды ой болсын, ойың толған қой болсын. Жүрген жерлерің кілең ғана той болсын. Қатарынан қосқан өрім болыңдар. Халқың сынай қалса құлақ тұр, мақтай қалса керең бол, теңіздейін терең бол. Мәдинада Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда бір бекет, Ақтөбеде жетпегет. Осы берген батамды әулет Алла, қолдасын Алла Тағала, оңғасын періштелер, әумин десе, әумин, садақаларың қабыл болсын.